Құрметті менің YouTube көрермендерім, Эко-мама парақшасына тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен жақсы жаңа жаңалықтармен бөлісіп отыратын боламын күнделікті. Енді қазіргі жағдайда білесіздер, пияздың қабығын біздер көбісіміз қоқысқа лақтырып жатамыз, иә. Сіздер лақтырмаңыздар, мүмкіндіктеріңіз бар, өздеріңіз емдеп алуға. Яғни бұрыннан бұны аталарымыз, әжелеріміз осы пияздың қабығымен емделген. Енді мен де сол сіздермен әжемнің рецептімен бөліскім келіп отыр. Яғни пайдалы қасиеттері. Халық көп мөлшерде пайдалы қасиеттерді біледі. Оларда пияз бұтағы бар. Әдетте емдеу, жоғары позитивті емдеу тамаша үлгі болып табылады. Қоқыс қалдықтары ретінде тастағанымыз біздің денсаулығымызға үлкен пайдасын әкелетінін сіздер білесіздер ме? Білмей естімеген болсаңыздар, мені жақсылап тыңдаңыздар. Яғни мына варикоз, аяқтың ісінуі өте жақсы көмектеседі пияздың қабығы. Варикозды тамырлар мен аяқтардың ісінуі көптеген әйелдерді, ал кейбір ер адамдарға ұнамайды. Бұл мәселеден құтылуы пияз қабығы көмектеседі. Емдеу шолулар мен ырғақтар мен толтырылған бұрынғы жастықтар мен сұлулығының аяғын қалпына келтіруге көмектеседі. Кішкене әсері тіпті әдеттегі ваннадан пияз сорпасында байқалады. Бірақ жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сізге пияз майы қажет. Енді мен сіздерге қазір керемет рецептісін тастап кетемін, варикозды қалай емдеу керектігінің. Мұқият тыңдап алыңыздар, және тіркелмеген болсаңыздар арнама тіркеліп кетіңіздер. Оны жасау үшін жақсы пияз қабығын пісіріп, оған 2 ас қасық зәйтүн майы немесе жүзім тұқымының майы қосыңыз. Алынған зат керамика немесе шыны ыдысқа құйылады. Онда ол келесі 10 күн ішінде салынады. Нәтижесінде алынған майды аяғымен сүртіп массаж жасауға болады. Аптасына 2 рет мұны жақсаңыздар болады аяғыңызға. Содан кейін пияздың қабығының оң әсері байқалады. Құрметті көрермендерім, менің YouTube Эко-мама парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге рахмет айтамын. Әлде бөлісемін.